Танымал ақын, қоғам қайраткері Мұхтар Шаханов президентке барып, қоғамның өзекті проблемаларын жеткізбек. Қазіргі кезде жұрттың көпшілігі кітап оқымайды, ертеден кешке дейін телеарна көреді. Ал телеарнада адам көрсе ұялатындай мазмұны мен мағынасы жоқ әндер беріледі. Сөздерін де өздері жаза салған. Жуырда «Қатын» деген бір ән орындалды. Енді атауының өзі ұят қой. Міне осылайша қазіргі кезде телеарна дегенді қолжаулыққа айналдырып алған. Кім ақшаны көп берсе, соны сағаттап көреді. Мұхтар Шахановтың айтуынша, бұрын әндердің бәрін тексеріп отыратын арнайы шығармашылық алқада болған. Олар қай әнді беруге болатынын шешкен екен. Ал қазір бізде өте ыңғайсыз кезеңге тап болып отырмыз. Менің шындық кейде қалың арпа ішіндегі бір бидай. Неге әділдік күресінде жұрттың көбі тым бейбай. Ұлтсыздыққа, рухсыздыққа кім батылдық көрсетпесе қырғидай, ондайлардың бүгінгі аты Ырбикүл мен Жырбибай деген өлеңім бар. Қазіргі кезде Ырбикүлдер мен Жырбибайлар қаптап кетті. Туфли жалау алға шығып кетті, деді Шаханов. Алдағы уақытта ақын мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездеспек. Сол кезде қоғамдағы барлық өзекті мәселені жеткіземін деп отыр. Мен осы 1-2 күнде Қасым-Жомарт Тоқаевпен жолығамын. Соған осының барлығын айтайын деп отырмын. Тағы да басқа үлкен проблемаларды айтамын. Негізі Қасым-Жомарт Тоқаев өзі ерекше бір адам ғой. Ол кісінің әкесі Кемел Тоқаев менің өлеңдерімді жатқа оқитын. Өте бір пайымды, парасатты адам еді, деді Мұхтар Шаханов.